Қайырлы күн, құрметті біздің желі қолданушылар. Бүгінгі кездесуіміздің қонағы Әбіш Кекілбаев атындағы Маңғыстау облыстық өлкетану музейінің Түпқараған аудандық филиалының экскурсия көпшілік бөлімінің меңгерушісі Балабаева Айгүл Сәрсенғалиқызы. Сұхбатымызды бастамас бұрын дереккөзге назар аударсақ. Балабаева Айгүл Сәрсенғалиқызы 1969 жылы 25 ақпанда Маңғыстау облысы Түпқараған ауданы Форт-Шевченко қаласында дүниеге келген. Ұлты қазақ, білімі жоғары. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті тарих мамандығын бітіріп, 1990 жылдан бері музей саласында жемісті қызмет етіп келеді. 1990 жылы Тарас Шевченко атындағы мемориалдық музейде экскурсовод, қорсақтау бөлімінде экскурсия көпшілік бөлімінің меңгерушісі қызметтерін атқарды. Көптеген шаралар, көрмелер ұйымдастыруға атсалысты. Маңғыстау облысындағы алғашқы Тарас Шевченко музейіне 65 жылдығына орай жаңа экспозиция жасақталуына үлкен үлес қосты. Белгілі Украин Республикасы Суретшілер одағының мүшесі Гайдамаки, Украин мемлекеттік музейінің қызметкерлері Зинчук, Корничук қызметкерлерімен бірлесе отырып, жоғары деңгейде жаңа экспозиция жасақталды. Тарас Шевченконың Маңғыстауда болған кездерін зерттеуге, ақын туралы аңыздарды жинақтауда үлесі мол. Форт-Шевченко қаласының 160 жылдығына Түбектің тұңғыш қаласы атты Ақкетік ару мекені Маңғыстау батырлары портреты заговорили. Шевченко танушы Есбол Өмірбаевтың 100 жылдығына орай өнегелі өмір және тағы да басқа үлкенді кішілі көптеген көшпелі көрмелерді өз басшылығымен жасақтап, ұйымдастырып көрсетуге атсалысқаны үшін түрлі марапат, сыйлықтарға ие болды. Облыстық мәдениет басқармасының мақтау қағазымен, облыс әкімінің алғыс хатымен, аудан әкімінің алғыс хатымен, Украин Республикасының алғыс хатымен, мәдениет саласының үздігі төс белгісімен марапатталды. Музей қызметкері ретінде музей экспозициясын жан-жақты таныстыру мақсатындағы музей залдары бойынша жүргізілетін экскурсия мәтініне ерекше мән беріп, жәдігерлер жерде қалмасын акциясына белсене қатысып, естіген аңыздары мен оқыған жаңалықтарын толықтырып отырады. Үнемі ізденістегі маман иесі. Айгүл Сәрсенғалиқызы, лекториум 2021 жобасына қош келдіңіз. Уақытыңызды тауып, біздің сұхбатыңызға келгеніңізге үлкен рахмет. Енді бұл жоба арқылы жастар сізді өзіңізді басқа қырдан танитын болады. Осы жобамыздың қадірменді қонағы болып, біздің тарапымыздан қойылатын сұрақтарға жауап беруге дайынсыз ба? Дайынбыз. Ал ендеше онда әңгімені әу бастан бастасақ, бала Айгүл қандай болды? Осындай талантты, өжет қызды тәрбиелеген ата-анаңыз, балалық шағыңыз туралы айтып берсеңіз. Енді 1969 жылы 25 ақпанда осы Форт-Шевченко қаласында дүниеге келгенмін, шешемнің айтуы бойынша. Әкем Балабаев Сәрсенғали 1927 жылы туылған болатын, 1981 жылы 54 жасында дүние салған. Мен ол кезде 4-ші класс оқитын болатынмын. Анам Бекқолова Асыл осы 88 жасында, осы 3 жыл бұрын дүние салып, 50 жылдай осы қаламызда сауда саласында қызмет етті. Әкем сол сауда саласында экономист болып, осы шешемді жүргізген, осы салаға нан жегізген деп, мен деп әзілдесіп отыратын еді. Енді өжет дедіңіз бе? Енді сіздің қазір біз сізді өжет, қарапайым, өзінің маманы ретінде танимыз ғой. Осындай қызды тәрбиелеген ата-анаңызға рахмет. Енді сол балалық шағыңыз туралы айтып берсеңіз. Енді біздің Совет үкіметінің кезінде біз енді балалық шағымыз өтті. Ол кездегі балдардың барлығының бақытты балалық шағы өтті деп айта аламын. Себебі біз ешқандай таршылық, ешқандай жоқтық көрмей өстік. Біздің әке-шешелеріміз біздің болашағымыз үшін ешқандай уайым қайғы соқпайтын еді. Себебі олар ол кезде бір сондай әке-шешеде, ата-анада бір сондай ой қалыптасқан,
бала үшін мысалға мектеп бітіргеннен кейін как будто бір мемлекет оқытады, мемлекеттен білім алады деген сондай бір ой пікір жаңағы әке-шешелерімізде қалыптасқан болатын. Ешқандай қазіргі ата-ана құсап баланың болашағы үшін олар ешқандай қам жемейтін. Себебі ол кезде жаңағы біздерді мектепте қалай өсірді? Біз қазір социалистической республикада өмір сүріп жатырмыз, біз переходный периодта өмір сүріп жатырмыз, біз коммунизмге келеміз деген, бізге капитализм ең жаман деген нәрселермен біз сондай болып өстік та. Ешқандай біз үйге келеміз, ертең не жейміз, ертең не киеміз деген бізде ой болған жоқ. Себебі біздің қолымызда бәрі болды, дүкендерде бәрі болатын, барамыз, керегімізді аламыз, жүреміз деген сияқты. Енді балалық шақ әрине асыр, қазіргі балалық шақ, енді кішкентай балдарды мен қазір аяймын да, біздердікіндей балалық шақ оларда жоқ. Біз асыр салып ойнадық, неше түрлі жаңа қазақтың ойындарына ойнадық. Біздің балалық шағымыз өзіміз серт қоятынбыз. Бүгін біз мына бірінші тауға бар қозғағанбыз, ертең екінші тауға, арғыны үшінші тауға деп сөйтіп та. Қазір енді ондай жоқ. Мен енді ол кездерді, конечно, аңсаймыз, сағынамыз. Қазіргі балдарды ондай балалық шақ болмағанына мен өкінемін да. Менің балалық шағым өте керемет өтті деп айтуға болады. Рахмет. Енді жаңа өмірбаяныңызбен таныса келе білдік. Сіз Абай Құнанбаев атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеттің тарих пәні мамандығы бойынша бітірген екенсіз. Неге тарих? Әлде сол тарих пән бала күніңізден тарихты сүйіп оқыдыңыз ба? Ол былай болған. Мен жалпы өзім жаңағы знак зодиака дейді ол. Сол мен балықпын. Балық сол жаңағы знакта олар дейтін рухани, ішкі жан дүниесі бай, рухани бай адамдар туылады екен сол кезде. Сол мектепте оқып жүрген кезімде мен өзім гуманитарияға көп жақын болдым. Мен өзім армандаушы едім, енді жаңағы мұғалім болам деп та. Бірақ енді махаббат машақатына түсіп, пландарымның бәрі өзгеріп кетті. Мен сөйтіп айтам, біреу маған неге сөйтіп пландарың бұзылды деп, махаббат машақатына түсіп, сөйтіп пландарым бұзылып кетті деп айтам. Содан кейін бірақ бала күнгі арманыңызды жүзеге асырып, сол мамандық нені оқып бітіріп, қазіргі таңда сол мамандығыңыздың жемісін көріп жүрсіз. Енді еңбек жолыңыз күні бүгінге дейін мәдениет саласы, мұражай қызметінде. Музей ісіне деген қызығушылығыңыз бала күніңізден оянды ма, әлде ол бері келе сол сала бойынша атқарған қызметіңіз бе? Ол ең бірінші мен музей есімде қалғаны, біз 7-ші класс оқып жүрген болатынбыз. 7-ші класс оқып жүріп, сол кезде біздің школьный программада Тарас Шевченко болатын ол кезде. Сол апайымыз, ұстазымыз Гүлшат Сақтапова деген сондай сабақта дейтін жаңағы қалай айтсам болады, басқа бір методикасын пайдаланып, қызықты болу үшін сондай көп методиканы пайдаланатын еді. Сол кезде бізді Тарас Шевченконың произведениесін оқып, Тарас Шевченконы біз өз көзімізбен біліп, ішкі жан дүниемізбен сезетіндей қылып, бізді музейге апарды. Сол кезден болар, мен өзіме как будто бір музей бір жақын, осы салада мен өзімнің үлесімді қосатындай болып, сондай бір сезім болды менде да. Енді 90-шы жылы өзім ең бірінші январь айында осы музейге орналастым. Ол кезде директорымыз Бекбасенов Істұрған ағай болатын. Ең бірінші менің сол кездегі менің келгеніме январьда келдім. Мен былай қарағанда февральда мен уже үлкен бір сынақтан өттім да музейде. Февральдың сол дәл менің туған күнім күні Украинадан басшысы жаңағы, сол компартияның басшысы сол кезде қазір атын ұмытып қалып отырмын. Сол келеді деп дайындалдық.
соған мен ең бірінші экскурсия жүргізетін болдым. Сол мен үлкен экзаменім сол кезде өтті. Қызметіңізде үлкен. Бір айдан кейін уже мен сондай. Қазір ондай басшылар келген кезде наоборот тәжірибелі бірнеше жыл қызмет еткен адамдарды ұсынады да экскурсия жүргізуге. Сонысымен мен мақтанамын қыздарға. Бір айдан кейін мен сондай үлкен делегацияға, мысалға үлкен сынақтан өттім, үлкен экзамен тапсырдым деп та. Енді адамның еңбек жолы жеңістермен қатар жеңілістерден құралады ғой. Осы еңбек жолыңызда бір өзіңіздің есіңізде қалған оқиғаны айтып беріңізші. Есімде қалатын оқиға көп қой. Мен өзім төс белгіні қалай алғанымды айтайын. Осы 4-5 жыл болып қалған шығар төс белгімді алғаныма. Осы 5 жыл бұрын ол кезде аудан әкімі Асауов болатын. Сол жаңағы президентский аппараттан кісі келатыр деп, президентский аппараттан. Енді мен ол маған келген посетитель, ол президентский аппараттан келген адам ба, әлде дәрігер ма, ол оқытушы ма, маған бәрі бірдей посетитель. Мен өзімнің жұмысымды атқаруым керек. Сол өзімнің жұмысымды атқарып, ең соңында қоштасатын кезде ол кісі маған сұрақ берді. Сіздің осы музейде істегеніңізге неше жыл болды деп. Ол кезде 20 жыл болатын. 25 жыл ма сондай болып қалатын. Сосын мен айттым, осындай жыл болды дедім. Сосын марапаттарыңыз бар ма дедім. Иә, бар, аудан тарапынан, облыс тарапынан деп сөйдедім. Сол кезде сол әкімге қарап тұрды, айтты, мына кісіге осы желтоқсан айына дейін, ол кезде октябрь болады, октябрьде келген ол кісі. Желтоқсан айына дейін бұл кісі үлгеріңіз республикалық дәрежеде марапат алатын болсын деді. Сосын енді ол рахмет деп сөйтіп шығарып салдық. Содан кейін мен оны ұмытып кеттім. Сосын мамыр айында, келесі жылы мамыр айы, енді декабрьде үлгермедік документтерді не қылатын деп, мамыр айында сол кісінің арқасында мен мәдениет саласының үздігін алдым. Ал енді кешегі 25 жыл ассамблеяға, енді оны облыста, мен ойлаймын, диаспора ұсынған шығар деп ойладым. Ол да сіз үшін бір тосын сый. Иә, ол да тосын сый. Иә, марапаттарыңыз құтты болсын. Енді ол сіздің еңбек жолыңыздағы өзіңіздің жемісіңіз ғой. Енді осы мәдениет саласының үздігі ретінде осы саланы таңдаған мамандарға қандай бағыт бағдар берер едіңіз? Қазір енді көп жастардың мына педагогикаға, мына неге дәрігерлікке, жаңағы медицина саласынан іздейді, мына музей саласына, мәдениет саласына бір анда-санда болмаса, енді көп жастар келіп жатпайды ғой. Осы сіздің еңбек жолыңызды, сіздің салаңызды таңдаған мамандарға қандай бағыт бағдар берер едіңіз? Мен айтар едім, рухани бай адам, ол басқа байлықтардан қарағанда ол ең бақытты адам деймін. Себебі қарап тарих беттеріне үңілсек, барлық жазушылар болсын, бұрынғы 19 ғасырда золотой век дейді, алтын ғасырда өмір сүрген жазушылар, жаңағы ақындардың барлығы қиындықтан өткен. Біздің осы ауылымызда кешегі 1850-57 жылы болған, мысалға Тарас Шевченконың осы жаққа ең ауыр жазаға патша үкіметі жіберіп, рухани өлтіру болып мақсаты. Ол рухани өзінің ішкі жан дүниесінің байлығының арқасында барлығын мысалға жеңе білді. Оның көрмегені жоқ өмірде, бірақ ол жеңе білді. Сол айтар едім, рухани бай адам ешқашанда өлмейді, ешқашанда жаңағы қартаймайды деген сияқты. Сол сияқты музейде жұмыс істеген, мәдениет саласында жұмыс істеген өте қызықты. Өте қызықты. Сен даже бір газет, журнал оқып отырғанның ішінде де сен бір сөзден идея туындап кетеді. Сол ізденісте боласың. Мен осы салада жұмыс жасағаныма жалақысы азғантай болса да қуаныштымын. Мысалға, енді сіз осы салада көп жылдар бойы еңбек етіп келе жатырған абыройлы қызметте келесіз. Сіздің ойыңызша, сіз өзіңіз осы саланы толық меңгерген мамансыз ба, әлде әлі де ізденіс үстінде жүрсіз бе? Жоқ, ол
бір ғұлама айтқандай, ол конечно, ол толық меңгердім деп, ол дәрігер болсын, ол педагог болсын, ол инженер болсын, өйтіп айта алмайды. Қай саланың маманы? Қай саланың маманды болса да, ол әрине үнемі ізденісте болады. Адам үнемі ізденісте болады. Мысалға енді қазір айтып отырмыз ғой, мына дамыған заман, технологияның дамыған заманы деп та, мысалы қазіргі жастарды қарап отырсаңыз, кітапханалардан көрі мына әлеуметтік желі дейміз, мына ұялы байланыс дейміз, интернет дейміз, осы телефонға көп телміретін заманда. Ал сіз мысалға рухани бай адам болу үшін телефонда отырған интернеттен іздеген жақсы ма, әлде кітаптар бетінен үңілген жақсы ма? Енді желінің жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Мысалға кешегі осы вакцина туралы айтып кетейін, например. Біз сондай бір жаңағы кенеттен ауруға ұшырадық та. Ол енді жалғыз біз қазақ ел емес, бүткіл ел. Мысалға сол кезде мен таң қалатыным, енді бәленбай бір жылдан асып біз мысалға ауруға шалдықтық. Сол кезден бастап мына желілерге дұрыс зат жіберіп бастау керек еді. Мысалы вакцинаның жақсы жағын. Енді қазіргі таңда уже халық кімге сенерін білмей қалды. Желіден манағы негативный заттар келіп, анда да ананыкін айтса анаған жөн, мынаныкін айтса мынаныкі жөн сияқты халықтың басы айналып қалды. Сол сияқты желінің жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Мен іштегі қыздарға да айтам, мысалға интернеттен қарамайды емес, біз қараймыз бәріміз де. Бірақ кейбірде сондай қарын аштыратын информациялар, мәліметтерге тап боламыз да. Ол өзің енді оқыған жағдайда да оны жақсы жағын алуға тырысу керек адам баласы. Біз енді бір сіздердің жақындарыңыздан мәлімет сұрағанда, сіздің үйде үлкен кітапханаңыз бар екенін білдік. Сол кітапхананы үлкен етіп жинауға қанша жылдай уақытыңыз кетті? Оны кім айтып жүр? Енді біз айтып отырық қой, біз жан-жақты ізденеміз ғой. Сіздің өмір баяныңыз, еңбек жолыңыз. Енді біздің кезімізде үйде кітап жинау мода болды. Мода болды дейді енді, бірақ біз енді сол кітаптарды оқып, мысалға өстік. Біз мектепке барғанда, ол кезде кітапты алудың өзі бір заман болды, сондай 85-84 жылдары болатын бұлар. Енді ол кезде көбіне классика жинаймыз. Сол классиканы алу өте қиын болып кетті да. Өтіп кетеді дүкендерге келсең сразу. Санаулы. Сол кезде жаңағы мектепке келгенде сұрайтын едік, сен Пушкинді алдың ба, Герценді алдың ба жаңағы деп. Мен үлгердім дегенде ту деп қалатын едік. Үлгермей қалсақ соны алуға да сондай не қалатын едік. Мен 6 класстан бастап жинадым. Әлі үйде бар ол кітаптар қоры. Шешемнің үйінде. Бәрекелді. Дұрыс, енді ол мен жаңа айтып қалдым ғой, сіздің жақындарыңыз деп та, осы сізге тағы бір сұрақ. Сіздің жақындарыңыз үнемі жаныңызда табылып тұра ма? Енді адам баласы болғасын, табылатын кезде болады, табылмайтын кезде болады, ренжитін кезде болады, адам болғасын, қуанатын кезде болады. Енді осы жерден сұрақтар топтамасын тоқтата тұрып, сіз туралы, сізге деген мақтаныш, сізге деген жарқын ойлары туралы бізден тосын сый болсын. Жақындарыңыздың лебізі бар еді, экранға назар аударайық. Здравствуйте. Айгуль Балабаева училась в нашей школе. Как ученица она была очень прилежная, аккуратная, уверенная. Я ее запомнила по выпускному классу, когда мы готовили в институт. Обычно мы переживаем, а то не поступите, говорим, она так резко, уверенно заявила. Не переживайте, я поступлю. Действительно, она поступила, окончила институт. Сегодня она грамотный специалист, известная в районе у нас, заведует нашим музеем. Молодец, умница. В дальнейшем я желаю ей творческих успехов, женского счастья.
баластың қызығын көрсін. Мен Айгүлмен тәк 30 жылдай жұмыстас болдым. Екеуміз сол 30 жылдан бері бірге жұмыстас болып, бірге дос болып, көрші болып бірге келе жатырмыз. Айгүлдің еде ең бірінші осы жұмыста да алға тартқан сол мен Айгүл. Сол Айгүлдің арқасында мен де жақсы жетістіктерге жетіп жатырмын. Ортаға да жақсы, достыққа да жақсы, достыққа адал, ортаға жақсы деп айтамын. Айгүл мектеп кезінен лидер болып келеді ол. Мектеп классымызда староста болды. Айгүл мектеп кезінен кітапты көп оқитын адам. Қай кезде келсең де или кітапханада отырады, ал үйіне барсаң тек кітап оқып отырады, библиотекасы бар, үйінде білетін боларсыздар. Айгүл деген үлкенмен де, кішімен де жақсы тіл табыса алады. Сосын оның жасаған жұмысы өте ұқыпты. Бір нәрсені бастаса, соны ең артына дейін бітіріп, жасамаса көңілі толмайды. Тағы да бір айтқым келетіні, Айгүл апаңыздың актерский таланты бар. Мектеп кезінде Чеховтың «Вишневый сад» пьесасын қойғанбыз. Сол кезде ол Раневскаяның рөлін ойнап, өте тамаша өзін көрсетті. Айгүл апаңыздың қазіргі музейде жасап атқан қызметін өздеріңіз білесіңдер. Сосын Тарас Григорий Шевченко туралы, оның өмірбаянын, Маңғыстауда тұрған, ссылкада болған туралы ютубқа, фейсбукқа жіберген баяндамаларын білесіп көрген боларсыңдар. Менің анам ол алтын адам десем артық етпес. Берген тәрбиесі, үйреткен оңды солды үйрететін аяулы анам ол менің. Бастысы деніңіз сау болсын, арамызда күліп ойнап жүре беріңіз. Алланың назарында, бақыттың базарында болыңыз. Жұмыста табысты, жемісті болыңыз деген келеді. Тек деніңіз сау болсын бастысы. Сізбен бірге ұлыңыз Ернат. Міне енді Айгүл апа, жақындарыңыздың сіз туралы ойлары, сізге деген тілектері осындай. Енді осы қайдан тауып алдыңыз? біз көп ізденіп, осындай сізге тосын тез жасайын деп шештік. Енді сізге бір сұрақ қойып кетейінші. Жаңа Ернат балаңыздың лебізін тыңдадыңыз ғой. Енді болашақта бұйырса келіншек алып келсе, ене атанасыз ғой. Қандай ене болам деп ойлайсыз? Маған бұл сұрақты көбі береді. Енді оны мен айтам. Алланың өзі біледі. Қандай ене болатынымды да. Сол уақытта көрерміз. Қазір ештеңе айта алмаймын. Енді өмірге жіберсе, немере тәрбиелейсіз ғой, немерелеріңізді мына қазір дамыған заман деп техника арқылы, жаңа телефон арқылы тәрбиелейсіз бе, әлде кітапханалар, өзіңіз секілді кітапханаларға апарып, мұражайларға апарып сауат ашасыз ба? Мен өзім армандаймын. Сол Абайдың қара сөзін жаттатам немерелеріме. Пушкиннің лирикасын жаттатам деп өзім армандаймын. Өзі енді оны Алланың қолында. Ләйім сол арманыңыз іске асып, топырлап немерелерді бағып-қағып бір үлкен мектеп ашыңыз екен. Сол күнге де жетейік сіздің қуанышыңызға. Енді Айгүл апа, сізге қорытынды ретінде қоятын сұрақтарыма қысқа жауап берсеңіз. Сіз үшін өмірдің мәні неде? Мәні? Орны, адам өз орнын тапса, сол өмірдің мәні деп ойлаймын. Өмірлік ұстанымыңыз? Адалдық. Адам бойында қандай қасиеттер болу керек? Ол, мен ойлаймын, ең бастысы адаммен тіл табысу. Ең бірінші. Тіл табыссаң, бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Болашаққа деген сеніміңіз? Жақсы. Оптимистический. Болашақ жастарға айтар тілегіңіз? Кім айтқандай, ақынымыз айтты ғой. Мен жастарға сенемін деп. Сол айтқандай, мен жастарға сенемін.
қазір кейбір жастарды қарап отырсам кәдімгі сүйсіне отырамын. Мысалға болашақты бітірген, жақсы мемлекеттік қызметкерлерде жақсы салаларда жұмыс жасап отырған жастарды көргенде кәдімгі сүйсінемін. Мен жастарға сенемін. Рахмет Айгүл апай. Енді бүгінгі міне өзіңізбен азғантай да болса сұхбат алып кездестік. Сізді жаңа қырыңыздан таныдық деп есептейміз. Осы сұхбатты мына алдыңыздағы смайликтер ғой, енді қазіргі осы смайликтер арқылы белгілеп берсеңіз, қандай көңіл күйде болдыңыз? Бәрекелді, рахмет сізге. Енді осының жұмыстың арасынан уақыт тауып келгеніңізге рахмет. Осы біздің ресурстық орталықтың атынан сізге бір сыйымыз бар. Рахмет. Әйел адамды гүл шоқтарымен қуантады ғой. Бізден естек болсын. Рахмет сізге. Сау болыңыз. Құрметті көрермен, осы лекториум жобасының келесі санына өз мәресіне жетті. Жақсы күндерде жолыққанша.